тапсырманы көрмей тұрған кезде ең бірінші фильмді көріп алыңыздар. Сол фильмде көрсетілген үйді нені қалай жинау керек, барлық затқа алғыс айтып, рахмет айтып тастау керек екен. Сол фильмді көріп, барлық керек емес заттарыңыздан арылыңыздар. Және де үйлеріңізді тұзды сумен жуып шығыңыздар, себебі тұздың қасиеті кереметі мынандай артық негатив, жаман энергиялардан тазартатын сондай жақсы қасиеті бар. Себебі энергия деген қазіргі таңда өте көп сөз болады ғой, барлықтарыңыз естіп жүрген шығарсыздар. Және жылдам нәрсе ол адамнан адамға секіретін несі бар. Сіздер жақсы жерде жүрсеңіздер де, жаман жерде жүрсеңіздер де, міндетті түрде сол энергия адам бойына жаңағыдай алмасады екен да. Сол себепті жаман энергияларды кетіргенге тұздың әсері өте зор. Ең бастысы сеніммен әрине жуып шығыңыздар. Төртінші тапсырма бұл енді өздеріңізді тазалайсыздар. Мүмкіндіктеріңіз болып, душтарыңыз болып жатса, бастан аяқ бір тұзды сумен денелеріңізді барлығын жуып шығуларыңызға болады. Бұл да сіздердің денелеріңіздегі жаман энергияларды тазартады. Жалпы бүгінгі тапсырма осы. Бүгін жазатын жазба жұмыстарды орындап тастап, ертең нелерді жаңағы жасайтын жұмыстарды күндізге қалдырсаңыздар міндетті түрде болады. Ең басты нәрсе бұл жерде барлығы да тек сіз үшін ғана керек, ол мен үшін керек емес, өзгеру де сіз үшін керек. Сол себепті міндетті түрде жақсы сеніммен, жақсы ниетпен уақыттарыңызды бөліп, күнде марафон өтіп жатқан жоқсыздар ғой енді, 5-ақ күн уақыт, соған күнделікті бір күннің 3 сағатын өздеріңізге арнаңыздар. Жақсы тапсырмаларды сіздерден күтетін боламын.